жанды тазалап жүруге, өйткені ол дерт, жанды дерт, ол жинала берсе, жанымыз ауырады бір күн. Сөйтіп жүрегіміз қараяды, сөйтіп жұмаға келгіміз келмей қалады, дәріске келгіміз келмей қалады, Құран оқығымыз келмей қалады. Ақырындап ол дерт адамды жаңағыдай жақсы амалдан тоса береді, адамды барынша нәпсіге бұрмала бастайды. Ал жаны таза жүрген адам, ол ақиқатты көре алады екен, ақиқат нәрсеге құлағы ести алады, ақиқатқа барлық нәрсені ақыл парасат жетіп тұратын адам екен. Біздің дініміз осы жанды тазалап жүруге де, тәніңізді тазалап жүрсіз ғой, сол секілді жаныңызды тазалап жүруге бұйырады. Жан тазалаудың ең бір жолы көп зікір айту екен. Көп не айту? Зікір айтып жүру. Зікір айтып жүрген адамның жаны таза болады деген. 40 күн үзбей Алла субхана ва тағала зікір қылған адам деген сөзсіз дұғасы қабыл болады деген. 40 күн тоқтамай зікір айтып беріңізші. 40 күннен кейін, одан кейін дұғаң қабыл болмаса, ғұлама кітапта сөйтіп келтірген. Уақытында Ахмад ибн Хамбал радиаллаху анху сол бір елге келеді, мешітке. Мешітке келсе, оны сөздегі адамдар танымайды, ол өзінің Ахмадінде айтпай жатыр. Кейін құптан намаздан кейін сол мешіттің қызметкерлері оны мешіттен қуып жібереді. Мешітке кірмеңіз, мешітте жатуға болмайды, қалуға болмайды деп. Қара, ол кезде тәртіп болған да мешітте. Кейін жаңа жарайды деп сыртқа шығып, мешіттің сыртында дуалда сүйеніп отырса, ол жерден де қуып жібереді ауладан. Жоқ, кетіңіз. Мешіттің ауласына кіруге болмайды деп. Кейін келесі тарапта наубайхана деп келеді. Сол нан жауып жатқан бір кісі сол байқап қалады. Жаңа мешітке сыйдырмады, мешіттің сыртына сыйғызбады. Қарайды, жолаушы адам көрініп тұр бойынан. Кейін жаңа кісіні шақырып алып, өзінің наубайханасына, жолаушы адам секілдісіз, осы жерде түней берсеңіз болады, мен сізге рұқсат етемін деп. Кейін қарап отырса, жаңа кісі жаңағыдай нан жауып жатыр дейді. Ахмад ибн Хамбал одан сұрайды, байқаймын, нан жауып жатқан кезде аузыңыз жыбырлап бірнәрсе айтып жатсыз, тоқтамай. Байқадым соны деді. Не айтып жатсыз деді. Ол айтты, Алланы зікір қылып тұрамын деді мен дейді. Алланы зікір қылып, мен нан жауып жатырмын деді. Кейін Ахмад ибн Хамбал одан сұрады, осылай нан жауып жатқаныңызға неше жыл болды деді. 21 жылда айтады сол жерде. 20 жылдан астам уақыт өтті, Алла тағаланы зікір қылудан тілім тоқтағанда емес дейді. Несіне сынып кеткен ғой. Сол кезде Ахмад ибн Хамбал өзі қызығып сұрай бастайды. Онда сіздің дұғаңыз сөзсіз қабыл ғой онда дейді. Кез келген нәрсені сұрасаңыз қабыл болып жатыр ма, сіз оны көріп жатсыз ба деп ана қызығып сұрай бастады. Өткен кітапта келген нәрсе ғой бәрі. Оны ұстаз біліп тұр. Жаңа наубайхананың кісі айтып жатыр, Аллаға шүкір, не сұрасам да сол мезетте бәрі бола береді дейді. Бірақ дұғам қабыл болмай жатыр бірақ дейді. Мүмкін емес дұғаңыз қабыл болу. Не нәрсе ол десе, сол қазір ғасырда Ахмад ибн Хамбал деген бір ғалым шыққан естіген едім. Сол кісіні бір көргім келеді көзіммен. Әрдайым сұраймын, дұғам қабыл болмай жатыр деп айтты дейді ана кісі дейді. Сөзі Ахмад ибн Хамбал жылады дейді. Көру былай тұрсын, Алла тағала сондай пақыр міскін құлын Алла тағала мешітке сыйдырмай далаға қуып шығып алдына кіріп берді деген ғой. Мен болам сол кісі деген. Қара, еш жерге отырғыздырмай оны. Бірден ана кісінің алдына келіп, сол кісі мен болам деп Ахмад ибн Хамбал айтты дейді. Сіздің дұғаңыз екен ғой, мен алып келген сияқтан деп. Міне сол зікір қылу арқылы көп, Зікір деген бұл Алланы еске алу. Аллах тағала Құрани кәрімде мархамат қылады, астағфирулла, фазкуруни азкуркум дейді. Бұл аяттың мағынасында мені еске алыңдар дейді. Пенделерім, мені еске алыңдар, мен де сендерді есіме аламын дейді. Алла тағаланың бізді еске алуы бұл біздер үшін өте үлкен бақыт негізінде. Алла тағаланы бізді еске алуы, ол деген одан үлкен бақыт жоқ мұсылман адам үшін. Алланың Құранда біздерге бағыттаған аяттарының ішіндегі ең үлкен қуанышты хабарларының бірі де осы. Яғни біздер жалпы адам табиғатында бір адам бізді еске алса, мысалы ол адам егерде лауазымды адам болса, ол адамды бүкіл адамға танымал адам болса, ол бізді еске алуы біз үшін абырой болады. Негізінде сондай түсінік бар да. Ал енді өзіңіз ойлап қараңыз, әлемдердің Раббысы бізді еске алуы, ол момын үшін ең үлкен мәртебе, одан үлкен бақыт жоқ. Алла тағала хадис құдсида айтады, егер пендем мені еске алатын болса, мен онымен бірге боламын дейді. Егер пендем мені жамағаттың арасында еске алатын болса, мен оны
одан да қайырлы жамағаттың арасында еске аламын дейді. Міне құрметті мұсылман қауым, Раббымыздың бізді есіне алуы, ол біздер үшін өте үлкен абырой.